Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, мен Мұхтар Серікбаев, запастағы полковник. Менің YouTube арнамда біраз мәселелерді мен қауіпсіздік жағынан көтеріп жатырмын. Бір апта бұрын мен Қуат Ахметовның бейнеуі туралы өзімнің арнамда бейнеуді шығардым. Өзімнің ойымды айттым. Бірақ мен бүгін осы бейнеудің комментарияға өзімнің ой пікірімді көбісі менің тыңдаушыларымға көп рахмет қолдағаныңызға. Екіншіден, біраз комментарияға қарап, біреулер жай жазбай, жаман сөздер жазып, мені туралы мені жамандап. Менің ойым сондай. Осы адамдар, бейіні алмаған адамдар, білімсіз адамдар, негізі білімді адамдар ешқашан адамға жаман сөздер жазбайды. Олар өздерінің ой пікірін тек қана комментарияға жазып қалады. Сонымен мен соншама осы комментарияға мән бермеймін, бірақ оларға айтатым, сіздер осы жалғау туралы қолдасаңыз, өзіңіз барыңыз, өздеріңіздің балаларыңызды, туыстарыңыз беріңіз. Сондай сөздер жазсаңыз. Менің ойым, біздің Қазақстанымыздың заң бойынша жалғауға баруға болмайды. Барған адамдар сотталады. Сонымен осы менің ойым, осы дұрыс. Неге біздің жастарымыз шетел мемлекеттерге барып, өмірін, бүтін мемлекетін қорғап, өмірін салады. Біздің Қазақстанымызға келсе жау, жастар мен қариялар, әйелдер мен ер азаматтар біздің жерімізді қорғауға тырысады. Сондай менің ойым. Менің тыңдаушыларым, осы қараған бейнеуді адамдар қолдасаңыз, лайк басып және қоңырау басып ұмытпаңыздар. Біздің азаматтарымыз осы апаттарға, арнайы операцияларға және майданға дайын болу керек. Негізі дайын мемлекет, аймақтарымыз, дайын азаматтарымыз. Сондай болса, ешқандай жау бізге келмейді біріншіден. Ішінде мемлекетімізді бейбітшілік. Қазіргі уақытта осы бейбітшілік уақытында бізге көп жұмыстарды атқаруға керек. Біздің қорғаныс министрлігіне ары қарай барлық күш органдарға, мемлекет органдарға жұмыстарыны жақсы қауіпсіздік жағынан керек. Бізге керегі қару күштеріне қандай қару-жарақ керек болса, өздеріміздің заводтарымызда жасауға тырысуға керек. Сол мәселелерді біз шешіп, көп мәселелер осы қауіпсіздік жағынан біз жабамыз. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, өздеріңіздің ой пікіріңізді маған жазыңыз. Сау саламатта болыңыздар.